Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып дүниетану. 27-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы ежелгі адамдардың өмірі қалай өзгерді? Ежелгі адамдар нені қорек еткен есіңе түсір? Олар тамақтарын қалай тауып жеді? Өз ойыңмен бөліс. Бастапқыда адамдар тағамдарды табиғи түрде, яғни шекілей қолданды. Тамақты отқа пісіріп жеуді біртіндеп үйренді. Отты пайдалану табиғат құбылыстарын түсінуге мүмкіндік берді. Найзағай ойнағанда жай түсіп, қураған ағаштар жанды, өрт шықты. Адамдар жанып тұрған ағаш бұтағын алып от тұтатты. Олар отты сөніп қалмасын деп, түні күні күзетті. От сөніп қалса, адамдарға өмір сүру қиындайтын еді. Балалар, суреттен қандай табиғат құбылысын көріп тұрсың? Сипаттап айт, өз ойыңмен бөліс. Әрине, бұл жерде суретте найзағайдың жарқылдауы, яғни бұл найзағай қай кезде болады, соны айтып көр. Суретте қара, адамдардың отты пайдалана бастауы қандай мүмкіндіктер туғызды? Ойыңды айтып бер. Яғни бізге балалар от қандай мүмкіндік берді? От бізге жылу береді, жарық береді, тамақты пісіре аламыз, саз-балшықтан ыдыс жасаймыз, жабайы аңдардан қорғану үшін. Адамдар от тұтатуды үйренгенше көп уақыт өтті. Суреттерге қара, адамдар от тұтатудың қандай әдістерін ойлап тапқанын айтып бер. Кейіннен адамдар саз-балшықты отқа күйдіру арқылы ыдыс жасауды үйренді. Отқа күйген ыдыс берік әрі су ақпайтынын байқады. Мұндай ыдыс отқа құйып, сұйық тамақ пісіруге ыңғайлы болды. Ғасырлар өтті. Жер бетіндегі үлкен мұздықтар еріген соң, өзендер мен көлдер пайда болды. Бұл құрал ежелгі адамдардың тамақтануына қалай әсер етті деп ойлайсың? Суретке қарап, өз ойыңмен бөліс. Жер беті жылынғаннан кейін зілдер қырыла бастады. Жүйрік аңдардан бұғылар мен киіктер ғана қалды. Оларды аулау аңшыларға оңайға түспеді. Сондықтан аңшылар садақ пен жебені ойлап тапты. Суретке қара, ежелгі адамдардың тағы нені аулағанын жорамалдап айт. Балалар, суретке назар аударатын болсақ, ежелгі адамдар тек аңшылықты ғана емес, сонымен қатар құсты да қорек еткенін байқап тұрмыз, иә? Бұл жерде жаңағы ойлап тапқан садақ арқылы жаңағы табиғаттағы құстарды аулап жатқанын байқаймыз. Адамдар не үшін жаңа нәрселер ойлап тапты? Олар адам өміріне қандай өзгеріс әкелді? Осы сұрақтарға жауап беріп көр. Ежелгі адамдардың тамақтану түрі қалай өзгерді? Тамақ дайындаудың қандай тәсілдері пайда болды? Ежелгі адамдардың тамақ мәзірін құрастыр. Олар жинаған жеміс-жидектер мен тамыр түйінділерін тамақ мәзірінде қосуды
ұмытпа. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.